діни ағымдардың қалыптасу тенденциясы барысында бірнеше жағдайлар орын алған. Ол қандай жағдай деген кезде, көбінесе діни ұйымдар, бұл жерде тек қана мұсылмандық бағытында емес, кез келген діни ұйым, олар бірнеше бағытта қызмет жасайды. Бұл жаңа қайырымдылық қор ретінде жұмыс жасауы мүмкін, содан кейін жаңағы тіл курстар ретінде жұмыс жасауы мүмкін, содан кейін жаңағы әртүрлі спорттық басқа да жаңағы балалар дайындайтын кружоктар дейміз ғой, сол деңгейде жұмыс жасауы мүмкін. Сол үшін бұл жердегі баланы неге тәрбиелеп жатыр, мысалы кейбір жамағаттардың, кейбір топтардың да арнайы сондай бір ниетпен ашқан курстарда болуы мүмкін. Тіпті де балабақшаларда болуы мүмкін. Өйткені бұған қатысты қоғамда пікірлер айтылып қалып жатады. Ол кездерде олар өздерінің ашқан мақсатына байланысты, миссиясы дейміз ғой, өздерінің жаңағы мүддесіне байланысты дүниелерді жүзеге асыру мүмкін. Балаға тәрбие беру бағытында, балалардың бағыт-бағдарын өзгерту, қалыптастыру бағытында. Енді ол кездерде қалай? Ол егер біз айта алмаймыз, балаларға бір рухани құндылықтарды тәрбиені бермеу керек деп, ол берген күннің өзінде белгілі бір жаңағы миссионерлік немесе белгілі бір мүдделік тұрғыдан болмау керек. Бала өзі үйреніп келген дүниесін үйге келген кезде ата-анасына қарсы шығатын болса, немесе ата-анасында ол нәрселерді көрмейтін болса, қайшылықтар пайда болуы мүмкін. Сол үшін балаларды жаңағы біз енді кейде бейтарап бағытта береміз деп, кейде бейтарап бағыттағы азаматтарды іздейміз деп, сондай жаңағы жекеменшік сондай ұйымдарға да түсіп қалуымыз мүмкін. Сол үшін ата-аналар балалардың барған кружоктары, спорттық жаңағы кружоктары болсын, қазіргі кезде білесіз, біздің радикалды бағыттағы азаматтардың күрес кружоктарын ашу жағдайларда кездеседі. Сол үшін де спортты жаңағы діннің спортқа кіріп кеткендігі де, немесе жаңа әртүрлі формадағы адамдардың жаңағы спортқа дайындау барысында әртүрлі демалған уақыттарда уағыз айту тенденциялар байқалуы мүмкін. Өйткені енді бір спорт кружок ретінде тіркелгеннен кейін оның үстіне міндетті түрде діни бір қадағалау болып тұрмайды ғой. Ол өзінің еркін уақыттарында жаңа балалардың санасына әсер етуі мүмкін. Бұл нәрселерді біз жаңағы қоғамда да айтылып жатыр, көзбен де көріп жүрміз. Өйткені неге десеңіз, белгілі бір жамағаттардың өкілдері немесе белгілі бір дін ұстанушы азаматтардың өкілдері, олар қоғамда да жұмыс жасап жатыр. Сол жұмыстар жаңағы біздің балаларымызбен де бетпе-бет келуі мүмкін. Ондай жағдайларда бала білмей ақырын өзгеріп кетуі де мүмкін. Яғни сол идеологияға кіріп, өйткені баланың санасы жұмсақ, бала таза, оған нені үйретсе, ол соны ақиқат деп қабылдайды. Сондықтан ата-аналар бұл жерде бала үшін шешім қабылдаған кезде осыған өте мұқият болу керек. Ертең ол баланың көзқарасын өзгерту, ол балаға дұшпандық сияқты көрініп қалуы мүмкін. Өйткені олар өзінің ағайларын, жанашыр ретінде ұстаздарын көбірек тыңдап кеткен жағдайда қайшылыққа түсіп қалуы мүмкін. Сол үшін ата-аналар бұл мәселеге өте қатты назар аудару керек деп ойлаймыз.